Каналыма қош келдіңіз. Бүгін шашлик дайындап көреміз. Негізінде шашликті әркім әрқалай қалаған затымен маринадтауға болады. Мен видеода барынша кез келген дүкеннен таба алатындай, кез келген үйде болатын заттармен маринадтап пісіріп көрдім. Дәмі өте дәмді шықты. Видеоны соңынан дейін қарап, рецепті сізде пайдаланып көріңіз. Бисмилля, рецепті бастайық. Бізге кез келген еттің түрі жарайды. Мен тауық етінен жасап жатырмын. Байқасаңыздар, шашликтің көлеміне келтіріп, барлығын бірдей формаға турап аламыз. Ең басты дәм беруші шашликке арналған осындай дайын дәмдеуіштер бар. Осыны алып, өзіңіздің жасап жатқан көлеміңізге қарай дәмдеушіңізді қосып аласыз. Және де майонез қосамыз. 2-3 қасық қостым. Сіздер барлық қосып жатқан ингредиенттерді өздеріңіздің дайындап жатқан көлемдеріңізге байланысты қоссаңыздар. Барлығын толықтай араластырып отырамыз. Және пияз, чеснок қосамыз. Өте дәмді болады. Сочный, сулы дәм береді. Дәміне қарай тұз саламыз. Және де кез келген кепчук түрін қоссаңыз болады. Біздегі аджика түрі, ашты түрін жақсы көргендіктен осы түрін алдық. Кішкене ғана қосқанның өзінде шашлығымызға ашты жақсы дәм береді. Және етімізді барынша жұмсақ ету мақсатында газировка қосамыз, немесе киви қоссаңыздар да болады. Дәл осылай 3 сағатқа маринад етіп қойып қойдық. Шашлыкке арналған арнайы шанышқыларымызға 3 сағаттап маринадталған тауық еттерін осылай салып аламыз. Шашлығымызды біз пісіру үшін арнайы шоқ дайындаймыз. Көбінесе біз ол ыстық шоқты көмірді жағып арқылы дайындаймыз ғой. Ал біз барынша үй жағдайында мен сіздерге айтайын, жүзімнің ауылды жерде көбінде бар ғой, жүзімді қыста біз кесіп, шақтарын кесіп, отын қып жарып қоямыз. Сол отынды дәл осылай шашлык пісірген кезде жағып пайдалансаңыздар, көмірден ешқандай айырмашылығы жоқ. Шашлығыңызды дәл осы видеодағыдай әдемі етіп пісіріп береді. Дәмі бізде қатты ұнады. Көбінесе барлығымыздың үйінде кездесетін заттармен маринадтадық. Үйдегі отынмен пісірдік. Ешқандай арасы шикі болып қалған жоқ. Өте жұмсақ әрі дәмді шықты. Рецепт ұнаса сізде қолданып жасап көріңіз. Назарыңызға рахмет.